Петропавлдың қақ жүрегінде ушулы көшелер мен зауыт ғимараттарының арасында тарих қайта жаңғырды. 19 ғасырдан сақталған көне мешіт ондаған жылдық ұмыт қалудан кейін жаңа өмірге ие болды. Мұнда ислам мәдениетінің музейі ашылды. Бұл оқиға қасиетті Рамазан айында мұсылман қауымына жасалған ерекше сый іспетті болды. Музейдің ашылуына Қазақстанның бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы, Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, қоғам өкілдері мен қала тұрғындары қатысты. Бір кездері Петропавл өңірдің маңызды рухани орталықтарының бірі болған. 20 ғасырдың басында мұнда 9 мешіт жұмыс істеді, 6-ы кірпіштен, 3-і ағаштан салынған еді. Алайда уақыт ешкімді аямайды. Қуғын-сүргін жылдары көптеген діни ғимараттар қиратылып, қойма мен клубтарға айналдырылды. 1938 жылға қарай қалада бірде-бір жұмыс істейтін мешіт қалмады. Тек осы Дәулеткелдиев мешіті ғана аман қалды. Соғыс жылдарында оның ішінде Киров атындағы эвакуацияланған зауыттың қосалқы бөлмелері орналастырылды. Дәл осы жағдай ғимаратты толық жойылып кетуден сақтап қалды. Мешіт зауыт қабырғаларының тасасында қалып, біртіндеп тозғанымен, ең басты құндылығын өзінің түпнұсқа мұнарасын сақтап қалды. Арада ондаған жыл өткен соң, қасиетті орынға тарихи мәртебесін қайтару туралы шешім қабылданды. Қалпына келтірушілер өткен дәуірдің рухын жоғалтпауға тырысып, әрбір бөлшекті ұқыппен жаңғыртты. Қабырғалардағы ескі кірпіш қалау сақталып, мешіттің сәулеті бастапқы келбетін жоғалтқан жоқ. Бүгінде бұл жай ғана музей емес. Бұл жадының, мәдениеттің және рухани мұраның ордасы. Мұрағат қызметкерлері мешіт тарихын сөзбе-сөз түйірлеп жинады. Құжаттар Омбыдан, Орынбордан, Уфадан және Санкт-Петербургтен іздестірілді. Нәтижесінде ғимараттың көне жоспарлары, метрикалық кітаптар мен құрылысқа қатысты деректер табылды. Тарих деректеріне сүйенсек, мешіт салу туралы шешім 1855 жылы жергілікті мұсылмандардың өтінішімен қабылданған. Құрылыс 1857 жылы аяқталды. Кейін көпес Мұхамеджан Дәулеткелдиев мұнда медресе ашқан. Бүгінде музей залдарында көне Құран кітаптары, қолжазбалар, діни әдебиеттер, құжаттар, фотосуреттер және Алтын Орда дәуірінің жәдігерлері сақтаулы. Көптеген экспонаттарды облыс тұрғындарының өздері тапсырған, ұрпақтан ұрпаққа сақталып келген отбасылық мұралар. Бұл мешіт соғысты да, тыйым салынған жылдарды да, ұмыт қалуды да бастан өткерді. Ал бүгін оның қабырғалары өз тарихынды сақтау, рухани құндылықтарды құрметтеу және болашақ үшін өткенді ұмытпау қаншалықты маңызды екенін тағы бір еске салады.